Бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі өте маңызды, әрі жауапты іс. Әр отбасының, әр қоғамның, тіпті әр ұлттың болашағы бала тәрбиесіне байланысты. Халқымыздың баланы жастан деген нақыл сөзі бекер емес. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз бала тәрбиесі. Бала тәрбиесіндегі ең маңызды нәрселер ол мейірім мен махаббат. Бала өзін сүйікті әрі қадірлі сезінсе, оның бойында сенімділік пен ізгі қасиеттер қалыптасады. Және үлгілі болу, ата-ана өз ісімен, сөзімен балаға дұрыс бағыт беруі керек. Өйткені бала естігеннен гөрі көргенін көбірек қайталайды. Дисциплина мен еркіндік балансы. Тәртіп керек, бірақ қаталдықпен емес, түсіндірумен, сеніммен үйрету керек. Білім мен тәрбиені қатар беру керек. Тек оқыту емес, адамгершілікке, еңбекқорлыққа, отан сүюге тәрбиелеу қажет. Қазақ халқы ежелден бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Бесік жырынан бастап, батырлар жырына дейін бәрі баланың рухын көтеруге, мінезін шыңдауға бағытталған. Ұл бала тәрбиесі ұлт болашағының негізін қалаумен тең. Қазақ халқында ұл баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Өйткені ұл ертеңгі отбасын қорғайтын азамат, елді басқаратын қайраткер, ел қорғайтын батыр. Ұл бала тәрбиесінде маңызды бағыттар. Бірінші, ерлік пен жауапкершілікке үйрету. Ұл бала өзінің әр ісіне жауап бере алатын, қорған бола алатын азамат болып өсуі керек. Екінші, төзімділік пен сабырлық. Қиындыққа мойымайтын, шыдамды мінез қалыптастыру қажет. Үшінші, еңбекке баулу. Еңбектен қашпайтын, адал еңбекпен нан таба алатын азамат тәрбиелеу. Төртінші, құрмет пен ізеттілік. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету әдетін бала кезден бойына сіңіру қажет. Бесінші, өз отанын сүю, тарихты білу, салт дәстүрді құрметтеу, елге қызмет ету ұл баланың басты борышы ретінде түсіндірілуі қажет. Ата-бабаларымыз ұл баланы қалай тәрбиелеген? Атқа мінгізіп, жауынгерлік өнерге үйреткен, батырлар жырын тыңдатып, ерлік пен ерліктің рухын бойына тартқан. Салт дәстүрлерді үйретіп, рухын тегін ұмытпауға тәрбиелеген. Мақал-мәтелдерден де көп тәрбие алуға болады. Ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол. Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы. Балаң жаман болса, жердің асты жақсы. Ал қыз баланың тәрбиесі жайында келсек, қыз баланы тәрбиелеу ерекше жауапты, әрі өте нәзік міндет. Қазақ халқы қашанда қызды гүлге теңеген, оны тәрбиесіне аса мұқият қараған. Өйткені қыз болашақ ана, отбасының берекесі, елдің көркі. Қыз бала тәрбиесіндегі негізгі нәрселер: инабаттылық пен сыпайылық. Қыз балаға ұяңдық, әдептілік, үлкенді сыйлау қасиеттері кішкентайынан үйретілуі керек. Өзін өзі құрметтеу және қорғау. Қыз баланың өз қадірін білетін, өзіне сенімді болуын тәрбиелеу өте маңызды. Шеберлік пен еңбекқорлық, қолөнер, ас әзірлеу, үй жұмыстары сияқты дағдыларды үйрету арқылы жауапкершілігін арттыру. Білім мен парасаттылық. Заманауи білім алып, ақылды, көреген болуға ынталандыру қажет. Тектілік пен ұятты сақтау. Қыз балаға ар-намыс, ұят, абырой сияқты ұлы ұғымдарды жүрегіне сіңіру керек. Қазақтың қыз тәрбиесіне қатысты нақылдары. Қыз өссе елдің көркі, қызға 40 үйден тыйым, қыздың жолы жіңішке. Ата-бабаларымыз қалай тәрбиелеген?
Әжелер мен аналар қыздарына мақал-мәтел айтып, үлгілі әңгімелер арқылы тәрбие берген. Қыздың киім киісі мен жүріс-тұрысына дейін мән берген. Әдептілік пен ұқыптылыққа бірінші орын қойған. Және де қыз балаға өзін өзі сыйлауға үйрету қажет. Өз қадірін, ар-намысын түсіндіру, дұрыс орта таңдай білуге тәрбиелеу, дос таңдауда да, мінез қалыптастыруда да. Ұқыптылық пен тазалықты сіңіру, киімінің, өз бөлмесінің, қолының әрқашан таза болуын үйрету. Тәртіпті болу, сыртқы тазалық пен ішкі мәдениеттіліктің белгісі екенін түсіндіру керек. Мінекей достар, ұл баланың да, қыз баланың да тәрбиесі жайлы айтып кеттім. Біздің қазақта бір айтылған жақсы сөз бар. Құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны істейді деген. Біздің жасап отқан тірліктеріміз, сөздеріміз ұл қыздарымызға тәрбие болып бекітіледі екен. Сондықтан бала шағамыздың алдында өз ісімізбен, өз сөзімізбен жақсы үлгі бола білейік. Және де арнаға тіркеліп, қолдау ретінде лайк басып, пікірлер бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Сау болыңыздар, келесі көріскенше.